Күйеуінің дауысы жай ғана дауыс емес, өмірлік триггеріне айналып кеткен әйел күйеуі сөйлеген сәтте тағы да сол ма, тағы да қысым ба, тағы да бұған бір нәрсені түсіндіру керек пе деп автоматты түрде қорғанысқа қалай түсіп кеткенін өзі де білмей қалады. Бұл негізінде әйелдің күйеуіне деген махаббатының сөнуі немесе сезімінің жоғалуы емес. Бұл реакция оның ішінде жылдар бойы жиналған, қатталып, кәдімгі тоң болып қалған сезім. Әйел күйеуін жек көріп кеткеннен емес, соның жанында өзін қауіпсіз сезінбей қалғаннан жабылып қалған. Әйелдің денесі өтірік айтпайды. Ақылы бәрін жақсы деуі мүмкін, отбасы бәріне шыдауы деуі мүмкін, қоғам айналасы күйеуің ғой деуі мүмкін. Бірақ дене жиырылып қалады, қатады, қашқысы келеді, жақындасуды қаламайды. Дәл осы жерде әйелдің денесі оның ішкі шындығын айтып тұрады. Көп әйел осы күйден өзі де қорқып кетеді. Неге мен бұндаймын? Неге ол маған жақындаса ашуланам? Неге оның даусы менің жүйкеме тиеді? Осы сұрақтың астында үлкен шындық жатады. Әйел ұзақ уақыт бойы өзін естірте алмаған. Өзіңді күйеуіңнің естігенін қаласаң, отбасыңды бұзбай, отбасылық құндылығыңды, әйелдік нәзіктігіңді сақтағың келсе, 4-6 шілдеде Алматы қаласында болатын әйел күйі ретритіне шақырам. Толық ақпарат үшін төменге әйел деп жаз.